Жуас болсаң жүндейді, бұзық болсаң тілдейді, ойлы болсаң күндейді, пысық болсаң қу дейді, кішік болсаң құл дейді, таза болсаң кіріз дейді, мықты болсаң мініз дейді, жұмсақ болсаң киіз дейді, бетпақ болсаң мүйіз дейді. Кім болам сонда жалғанда, қайталап айтам әр таңда, ешкім де болма не жетсін, тек қана өзің болғанға. Теңіздей сұлулық не керек, бір тамшы бақыт болмаса, сан жетпес байлық не керек, бір таза жүрек болмаса, атақ абырой не керек, жүректе иман болмаса, 100 жалған дос не керек, бір адал дос болмаса. Лев Толстой айтпақшы, мен адамдардың ашыққанынан емес, тойынғанынан қорқамын демекші, адам ашыққанда шамасы келгенін істейді, ал тойынғанда білгенін істейді. Ең жаманы адам білгенін істеуі. Ақыл өлсе, даналық кетеді, жүрек өлсе, мейірім кетеді, ар-ождан өлсе, барлығы кетеді. Не қиын деген сұраққа Қазыбек би былай жауап береді. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шаныш қылаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Бірде ащы, бірде тәтті, өмір деген, сәл нәрседен қалады көңіл деген, сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген.